главный өзімнің қаншайым үшін ханзадамын дегенде, ханзадалыққа қатысып жатсың ғой, генерал болуды армандамайды. Халқым үшін шықсам, соғысқа халқым үшін шығатын едім. Сізді жатқа білетін адам ретінде айтып отырмын мен. Енді жатқа білмейсің ғой, родной. Кеше орыс қызмет. Дұрыс қой енді. Менде ол логично ғой. Менде соңғы орында келе жатсам, мен өзімнің ақеркем үшін ханзадамын деп айта саламын менде мысалы. Соңғы орында келе жатсам, маска ғой, ол болмайды ондай. Молодец дейді. Өз өнеріңе не істейсің Нұржан дейді. Өз өнеріме Нунидің өлеңін айтамын, Нунидің даусымен. Мені жалғыз тастадың да кеттің дегенде айтамын. Сәттілік дейді, рахмет. Тамаша жансың, рахмет. Өнерге мен өткенде стендаптың екінші бөлімін ұрамын, мен не істеймін баса, қолдан келетін нәрсені ұрайық та. Дима? Баланатын сайттың звоныштың ма Дима? Дима. Жоқ. Ана қыздың ақшасын сұрап отыр, білем. Жіберім кетіп тұрған жоқ ше. Қазір өнерді бүгін ойластырамыз ше. Ойластырамда болмаса өзім істеймін. Красавчик, Нұржан, сәттілік жеңіс тілеймін, сен үшін қуаныштымын дейді, рахмет. Абылайхан сізге үміткер болайсыздар. Барсақ бола ба, бір қызым бар дейсіз. Әрине болады. Әует ұлғында қазақ радиосы деген сияқты ұрып жатсыңыз екен. Қалалық төтенше жағдайлар агенттігі қаламызда сейсмикалық дүмпулдер тіркелу мүмкіндігін ескертеді. Сондықтан құжаттарыңызбен ең қажет заттар дайындап, сақтық шараларын телевизорда өшір. Қосымша ақпараттар бойынша қалалық төтенше жағдайлар агенттігі. Оқымадың ғой дейді. Нені Айгүл тәте, не жаздыңыз? Сәттілік Нұржан дейді. Рахмет тәте, оқып отырмын, барлығын оқып отырмын тәте. Ну не дейсіз ба? Удачи вам, Нұржан аға. Міне Қырғызстаннан адамдар келіп жатыр. Рахмет. Полный Қырғызстан мені қолдап жатыр. Кім не десе ол дейсің? Сәттілік Нұржан дейді. Рахмет, Айгүл тәте, рахмет. Не ғой, ағайындар, андай, қалай ба деген ол? Көріністе күліп болсын іштейді. Анағындай нәрселер жеңіл әзіл болып кетпесе болды. Ой салатындай нәрсесі болса болды. Бірақ халық бәрібір шешеді деп ойлаймын. Эфир жаққа келіп қалды, эфир жаққа. Таңсыр ең әдемі сенікі болды, қызықты болды, идея топ жардың. Рахмет, достар. Ой, Қырғызстаннан көп екен адамдар. Арман дейді. Қандай арман? Қырғыз еліне рахмет. Ағайындар негізі осы жерде, осы орайда бір шындықты айтайын. Негізі менде сценарий болған жоқ. Таныстыруда. Чисто импровизация болды. Негізі, ондайға дейін жеткізбеу керек деп ойлаймын. Бөтен елде жүргеннен кейін Қытайлар. Мына жақта қырғыздар айтып жатыр ғой, Абылай. Ана Абылайға айтшы, қырғыздар қолдавады деп айта бермесеңші, қуады екен ше дейді. Қайсы көрсетші? Қырғыздар жазып отырмын. Енді менде басқа халықтар бар да. Кім дейді? Ай 17. Ай 17 кетті, сен іздеп тауып алады енді. Қырғызстаннан қолдаймыз дейді, рахмет. Қырғызстан, мен ана перизатқа жаман пікір айтамын ғой, содан кейін мен Қырғызстан мені жек көреді деп ойлап жүрдім, шыны керек ше. Атак сіздердің бар екендеріңізді көріп қуанып отырмын. Рахмет, Алла разы болсын Қырғызстанға. Қарақалпақстан Нөкіс дейді. Ой, Нөкіске сәлем, Нөкіске. Қыртыңыз өнер көрсетуде жеткендер болды, рахмет. Біраз нәрсе жазып жатыр екен. Мысалы, менде жекемде өте көп қырғыз әпкелерім бар, бауырларым бар, жазатын. Гала Ханзада дейді, міндетті түрде Гала Ханзада болады. Нұржан ағамды точно қолдап жатырмыз дейді. Қырғыз елім, ассаламу алейкум, Қарақалпақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, ССС деп қоясың, өріші. Әумет дейді, әумет деген, әумет кеп қағанда ұрып қалу керек дегенді айтып бірсіз ғой, примерно, сіз Ханзадасыз дейді. Нешін? Нұржан перизатта қатты айтпашы, таксон. Мен, ағайындар, мен перизатты бір өмірде жек көретін адам емеспін. Просто эфирде дұрыс емес болған екен, дұрыс емес нәрсесін ғана айтамын. Жүзділік көрсетіп жатсың. Дұрыс емес болса, дұрыс емес нәрсесін айтамын болды. Өмірде жақсарласам, эфирді бүйтіп қаламыз деген қалай ол? Ой, бля, қойшы әйтеуір тырнағасынан кіріз дейді. Ой, 200-лік дейді. Главный, сендер сөйтіп ойлай беріңдер, халқым біледі ғой. Ой, шынайылардың бәрі үйленіп кете берем ба? Шынайы болып, үйленіп қайтып ажырасып отқаннан көрі, кейін үйленген дұрыс та, негізі. Анықтап, асықпай.
Жобаның сыртында да былай не істесеңдер болады ғой деймін да. Мен бұл жобаға келмейінше мен ақеркен көрген жоқпын ғой. Жоқ енді жобаның сыртында енді болды ғой деймін да. Жалғастыра беріңдер жобаның сыртында дегенімді. Мынаны қара. Ойбай. Екеуі келе жатыр. Мынаны түсіріп екеуі. Ой. Мысалы. Ой, білә. Қоясың. Неге ол іштегі не ол бірдеңе бар ау іште түсіріп ал дейді. Екеуі бірге келе жатқандай екен. Жоқ, неге бірге келе жатсың сен? Бұл қыз және вообще жолама сен бала. Вообще жолама. Бұл прямойда отырсың, білесің да? Маған сауыр рахмет. Тараздың қызы, қарындасым, бұл қызға вообще жолама. Ел жұрт-жұртқа бөлінетіндер жаман жеп көремін. Ел жұрт-жұртқа. Батыстың балдары, Тараздың балдары, ол Сығам. Ондай жұрт қойғандар, ондай жұрт қой. Қақы қоясың? Салеп деген қалай ол? Мадина, Салеп нес? Сені жы деп жазайын деген да. Қалайсың дейді, жақсы өздеріңіз қалайсыздар ағайындар. Эфир жаққа баратырық, я? Қазір. Бүгін сайыстың басқа сайыстар ғой бүгін. Өнер сайысы емес, тіл сайысы емес. Мен ойбай, Галаны қайсын көрем ғой, Галаны бүйтіп тұрып көрем ғой мен. Мына шешпешіктің ұраны. Көз атысып көреміз ғой біз. Атысамыз. Сәлем, қалайсыздар достар. Бүгін бұйыртса басылып кетейді бәсе, сөйтсүй. 14:30-да Евразияна қосылып болсын ағайындар. Бүгін бізде спорт сайысы, жігіттер қой көтере ма, білмеймін, айтқан жоқ бізге әлі. Жаным звезда болдың ғой дейді. Кім болады мысалы? Ешқандай звезда емеспін, бірақ хай сараңя. Хай сараңя. Сен камсамида. Тәлпіштеніп атсаң кәнді. Анам братан көрсе ұрып өлтіреді ғой мысалы ше. Камсамида. Ай, несі? Нұржан аға ханзада. Ей жандарым, рахмет, Алла разы болсын сендерге. Шыда ханзадасыз дейді. Шыдан ханзадасыз. Бұл шыдайым. Спорт бүгін. Спорттан қалайсыз дейді. Спорттан ағайындар мен айтып отырмын ғой, мен спортсменмін негізі. Шерханнан көп көтеріп шығамыз енді. Планкіде 3-4 күн тұра берем, қойды кәдімгі көтеріп, былай жүре берем 2-3 күн. Бәрі мен бірінші шығатын заманда Қоймен ұйықтайым, қоймен тұрып жүрген адаммын мен. Ажимания ма? 800-900 ажимания істеймін мен. Біліп көтеретін дейсіз бейт. Чуть-чуть қалды деген сияқты. Атлық сізге. Мені қандай? Тимаға кайфта. Молодец, тек алғайды, Біліп рахмет. тұрады кімға жер көтерген. Қандай спорт бүгін дейді. Сол бізге білмейміз. Мүмкін қол күрес болатын жар, планкіге тұру болатын жар, не болатын жар, қой көтеру болатын жар, удар ұру болатын жар, білмейміз әлі. Бізге де айтқан жоқ. Бекерден бекер болған кезде Шерхан мен ойымша мысалы болмайды ау деп ойлаймын. Өйткені бүгін балмен осы көтетіндер өте көп, жас осы көп болды, Ақеркеге берді дейді. Иә, енді Айгүл де халықтың несі. Намыс бермей дейді. Құдай қаласа намыс бермейміз. Ханзада өзіңіздің өтілегіңіз рахмет. Халық өзі шешіп алады да. Таки смешно комик дейді. Нұржан, інім сен қолдаймыз Атыраудан дейді. Атырауға сәлем, қалайсыздар?